Сәлем достар, сіздермен бірге Дайреп және бұл алданып қалма рубрикасының тағы бір сериясы. Бүгінгі серия Қазақстандағы көп адамдар үшін пайдалы болуы мүмкін, сондықтан кеттік. Біздер көбісіміз WhatsApp-та отырамыз. WhatsApp-та біз көбісіміз аудио жібереміз, видео жібереміз және сурет жібереміз. Және мейрам күндері открытка келіп жатады көбісінен. Открытка, поздравление. Сен бір сайтқа кіресің, сосын және сол сайтта открытка, поздравление тұрады, сен оны скачать етесің, сосын саған мейрамға құттықтаймын деген сияқты келіп тұрады. Және бұл көбісінде болса, кейбіреуінде жоқ. Бірақ көп адамға келген. Және бұл не? Бұл хакерлердің істеген ісі. Және сен бұл открытканы скачать еткенде, бұл типа фото или гифка болуы мүмкін. Және сол гифка кесірінен сенің соткаңа вирустар скачать етіледі. Ол не вирус? Бұл вирус арқылы сенің соткаңа белгісіз бір рекламалар шығады, уведомлениемен келіп тұрады, или вообще сотканың экранның бетіне шығып тұрады. Және осының арқасында олар ақша тауып жатады. Ал сіздің соткаңыздың батареясы тез отырып қалуы мүмкін соның кесірінен. Және соткаңыз қатуы мүмкін, сондықтан осындай нәрсеге алданып қалмаңыздар. И вообще ссылка келсе, оны сразу аша бермеңіздер. Ал сенмен болған мен Дайреп, лайф каналға және 3-ші каналға тіркелуді ұмытпа. Давай. Мы молодые звезды,